Ал енді корымыздың интерфейсімен танысып өтейік. Яғни мына жақта панель инструментов, мына жақта панель команд. Мына бірінші панель инструментовте біле кететін жайт, мына жақтың барлығы, яғни инструменттер көріп отқаныңыздай толық шығып тұрған жоқ. Осының барлығын шығарып алу үшін ең бірінші біз окноға кіреміз, Windowsқа кіреміз, Workspace кіреміз, Illustration деген. Қарап отырыңыздар, өзгерісті байқайсыздар. Міне, осы настройканы шығарып алғаннан кейін ғана жұмыс істеуді бастайық. Енді бұл жерде байқап отқаныңыздар, инструменттердің көбісі шығып тұр, бізге керек. Ең басты, мына жауап қояйық, сіздерге көрсетіп кететін жағдай. Жаңа жұмыс бастайтын кезде жаңа документ создавать етеміз. Ол бізде файл арқылы new деп басамыз, болмаса жанында көріп отқаныңыздай Ctrl-N комбинация арқылы создавать етеміз. Я болмаса мына плюсті бассақ, бірден автоматически формат A4, яғни A4 форматы шығып тұрады. Бұл жерде мына форматты қарап отырсаңыздар, міне неше түрлі форматтар жасауға болады. A0-дан A6-ға дейін және неше түрлі евро стандарттар бойынша форматтарды өзгертуге болады. Бізде A4 болып қала береді. Міне бұл жерде екі положениясын, вертикальный, альбомный, портретный деп екі бөлінеді. Вертикальный, горизонтальный. Міне мына инструмент бізде инструмент указатель деп аталады, яғни бағыттағыш және белгілегіш. Әрбір мына жердегі көрсетілген инструменттерін қолданғаннан кейін инструмент указательді басып отыруымыз керек. Мысалға, міне мен төртбұрышты алайын, произвольный дейді ғой, бұлай еркін сызайын. Осыны мен жылжыту үшін ортасынан қозғаймын, шетінен қозғай алмаймын, қайттан шығып кетеді. Яғни мынаны біз указатель кіреміз де бір рет басамыз, болмаса бұлай түгел выделять етеміз. Бұдан кейін ғана қозғай аламыз бұлай әрі-бері. Және бұны байқап отқаныңызда бұл размерін беру керек. Яғни мына A4 деген тек қана ақ. Енді осының біз былай айтқанда ішінде тұрған размерін бояп белгілеу үшін мына жоғары жаққа қараймыз. Мына жерде байқағандарыңыздай размерлері миллиметрін белгіленіп тұр. Бұл жерде біз тағы бір рет поляға басайық. Мына жерде өлшем бірліктер бар. Міне инчтен басталады да, дюймнен басталады да, міне неше түрлі километрға дейін кетеді. Бізге мен көбінесе миллиметрмен жұмыс істеймін, кейбірі сантиметрмен жұмыс істеуі мүмкін. Міне сол әркімге қалай ыңғайлы солай жұмыс істейді. Миллиметр қояйық. Мына белгіледік. Мына жерде бізде размер 240-та 169 болды. Қараңыздар, мына жерде замокқа көне аударыңыздар. Мен бұның ұзындығын 250-де, биіктігін 169-ды қалдыра берейін. 250 келтірейін. Enterді басам. Байқап отқаныңыздай, мына жерде кішірейіп кетті, үлкейіп кетті, басқа размер. Ол неліктен? Ол мына жерде замок тұрғандықтан. Қайтадан Ctrl-Z-ді басамыз, қараймыз. Мына жерде замокты алып тастаймыз. Енді 250-ге келтірейін. Enterді басам, көрдіңіздер ме? Размері, биіктігі өзгерген жоқ. Ені ғана, ұзындығы ғана өзгерді. Және бұл мына формат мына жақта тұратын болса, мына рабочий область дейді ғой біздерде. Осыны мына жерге дәл ортасынан келтіру үшін клавиатурада P, ағылшынша P әрпін бассақ, дәл ортасынан компоновать етіп береді. Кеттік. Келесі инструмент бізде мына инструмент узел, яғни соединение. Бұның неше түрлісі бар. Бұның ең белгісі мынау. Яғни біз мына объект күйінше тұр, әлі кривойға аударылмаған. Бұрыштарын тартсақ, бұрыштарының несін, скруглениясын көреміз. Яғни домалақ қып, бұрыштардың барлығы неше түрлі бұрышқа келіп жатыр. Мына жақта қарап отырсаңыздар, жоғары жақта осыны шығады. Төрт бұрышынан замок тұр, яғни төрт бұрышын қандай размер білсеңіз, соншалықты өзгеріп отырады. Мен 5 берейін. Барлық бұрыштары 5 градусқа, 5 миллиметрге нетіп тұр, домаланып тұр. Мұны 3 берейік. Міне, кішірейді. Мына жерде байқап отқаныңыздар, мына жақындату, алыстату деген мышкада, мысалы, роликпен әрі-бері жақындатып алыстатуға болады. Болмаса, бізде мына жерде zoom деген инструмент бар. Қазір оған тоқталамыз. Я болмаса клавиатурада Z деген әріп бар, zoom міне. Осыны бүйтіп басып тұрып мышканы керекті жеріңізді белгілесеңіз жақындатады. Болмаса клавиатурада да F4 дейді. Мына мысалы айдалада бүйтіп қалып қалатын болса, F4-ті бассаңыз F4. Мынау печатный форматта не тұр, соны сізге үлкен экранға шығарып береді. Бір артқа шегіндіру үшін F3-ді басамыз.
Жаңағыдай Z сияқты Z зум жасау үшін F2-ні басуға болады. F2-ні басам, жаңағыдай басып тұрып, жақындатып алуға болады. Болмаса бір реттен бүйтіп басып тұруға болады. Бір рет. Келесі. Мынау бізде crop, яғни кесіп тастау деп аталады. Мысалы, мен бір зат алайын, мынаны мен осыны кесіп тастауым керек болатын болса, мен аламын да оны белгілеймін. Мына жағы қалады, мына жағы қалады, мына жағы кесіп тастады. Екі рет мышкамен щелчокпен басам, сол жағын міне кесіп тастады. Байқап отырсыздар. Бұл жаңағы әдіс фото болса да кесіп тастай алады. Мысалға міне бірте-бірте барлығын айтып өтейін. Мына интерфейс бойынша, құрал саймандар бойынша міне. Келесі бұл көрініп отқандай төртбұрышқа түс берейік. Енді түсті қалай береміз? Түсті мына бетінде палитра бар. Неше түрлі түстер. Бұны қарап отырсаңыздар міне. Мына жерде бізде түстердің қандай екенін білу үшін мені басамыз настройкасы. Міне. Осы жерде бізде командалар бар. Команда бар. Мына цвет несінің құрал саймандар инструмент барлығын шығып тұрады. Және тағы бір айтып кететін нәрсе, мысалы кейбіреу мына фонда қара қылып жұмыс істейді. Оны болмаса сұр қылып жұмыс істейді, көзді ауыртады деп. Оның бәрін өзгерту үшін мына жерде біз міне шестигранник сияқты тұр, опция деген басамыз. Мына жерде міне customization дейді. Осыны бассақ, бізде мына жерде light деп тұр. Мына light'ты бассаңыз, осы по умолчанию тұр, medium десең орташа. Dark бассақ кішкене темный дейді. Қараны басса black міне. Көрдіңіздер ме? Black'ты бассаңыз қара болады. Бұл барлығы көзді ұзақ жұмыс істеген кезде компьютермен жұмыс істеген көзді ауыртпас үшін әдейі қара түсті қолданады. Және де мынаны осы жердегі форматта алыстап кетсе жақындатып, болмаса әрі-бері қозғалту үшін пробелні мына жерде қолдың суреті бар. Қолмен әрі-бері жақындатуға болады. Оны әлі тоқталамыз. Міне кроптан кейінгі жаңағы айтқанымыз зум. Оны өтіп кеттік. Z деген әріпті бассақ болады. Бірден. Міне Z-ті бассақ, мынау алыстатады, жақындатады. Алыстатады, жақындатады. Және жаңағы қол деген инструмент бізде мысалы мына кетіп қалған кезде шеттен тартып аламыз. Панорама көргіміз келсе болады. Және де бізде мен жаңа қайтадан келтірейін ақ күйінше. Customization, darktың орнына light'ты қоямын, светлый, окейді басамын. Енді біз бұған түс беріп үйренейік. Түсті қалай береміз? Түсті мына бетінде тұрған палитраға береміз. Мысалы бассақ, түрлердің неше түрлісі бар. Біздің қанша рядқа қояды? 3 рядқа қойып қоямыз. Барлық түстерді шығарып береді. Және түстерді басып тұрсақ, мысалы, бізде неше түрлі реңдері шығады. Міне, байқағандарыңыздай көктің қаншама реңі бар. Холодный, теплый деп бөлінеді ғой түстер. Міне, жасылдың мынандай бирюзовый түс. Бирюзовый ма әлі мынау? Және жай ғана жасылды қояйық. Міне, сары. Яғни мышканың сол жағымен бассақ, осыны ішкі жағын бояп берді объект. Мынаған көңіл аударыңыздар. Мысалға алсақ, қазір тоқталып өтем. Мына жерде контур тұр. Контурды мышканың сол оң жағымен бассақ боялады. Және бұның қалыңдығын мына жерде көрсетіп тұрады. Неше түрлі қалыңдық. Бұны тек қана осы күйінше емес, бұны қолмен де клавиатура арқылы өзгертуге болады. Және де F12-ні бассақ, горячий клавишаны жаттап отырыңыздар. Бізге контурды шығарып береді. Мына жерде миллиметрға келтіреміз. 7 мм қалыңдық болып тұр екен. Біз оны 10 жасаймыз. Қайтадан F12 тексерейік. Мына жерде бұрыштамалар. Қырлы, мынау кішкене доғалдау, мынау кесілген сияқты. Міне. Қарап отырыңыздар. Көңіл аударыңыздар. Бұл қазір байқалмайды, бұрыштамасын. Мынаны жай ғана төртбұрыш қайтадан сызайын. Мысалы, міне. Контур берейік. F12 7 мм. Қыры шығып тұр, төртбұрышты болып. Бұны қазір өзгертуін байқалу үшін. Мынаны басам, міне, доғал бола бастады. Мынаны бассақ, кесілген күйінше тұр. Бұрыштамалардың, контурдың жаңағы түрлері. Және де бұл F12-де міне бассақ тағы да. Мына заливканың артынан шығарып бер деген, behind fill деген бар, міне. Осыны бассаңыздар, мына бір төртбұрыштың артына шығарады, контурдың жартысын. Негізінде бетіне шығарып тұрған, артына шығар деп.
мына жерде көптеген нәрселер бар. Мына жерде scale with object деп бассаңыз, ол мына жерде мысалы бұл объектіні үлкейтіп кішірейтсек те бұның пропорциясы мына контурдың сақталады. Яғни бірге кішірейеді, бірге үлкейеді. Келесісі. Мына шетке қойып қояйық. Келесісі бізде мына инструменттер сызатын, сурет салатын инструменттер. Біріншісі Bezier деген бар. Bezier деген инструмент, яғни тігіп шығатын сияқты. Мына бүйтіп әрбір щелчок сайын басқан сайын бізге жақында не етіп береді, тігіп береді. Неге мен мына барлығын бекітіп жатырмын? Бұлай қалып қалса, мына мен бекіттім бұлай. Мен түсіп бере аламын міне. Егер де бұл бұлай қалып қалса, міне қанша жерді мышкамен бассақ та бұл боя алмайды. Соны көңіл аударыңыздар. Мынаны әрқашан екеуін біріктіру керек. Сол кезде ғана түс боя алатын болады, міне. Бұл Bezier деген инструмент. Келесі инструмент freehand, свободный рука дейді. Бұны сіз еркін басып тұрып, кез келген форманы сол сурет салып бере аласыз. Міне. Freehand. Үшінші инструмент екі линиялық сызатын құрал. Басып тұрасыз да, бір жерге алып жібере саласыздар. Мысалы, басып тұрасыздар, жібере саласыздар. Міне, басып тұрасыздар, shift басып тұрсаңыздар, тура перпендикулярный сызық сызады. Мына жерде де басып тұрсаңыздар, shift-ті тура перпендикуляр сызады, 90 градус. Келесі инструмент мына қалам деген. Қалам деген өте қызықты инструмент, мысалы, міне саласыздар да, бүйтіп басып тұрып, қозғалта аласыз. Яғни мынадан басып тұрасыз да, мынаған барып басасыз, сосын жібермей тұрасыз да, міне біз өйтіп қозғалта аласыздар. Кетті, мына жаққа келеміз, міне тағы да қозғалта аласыздар. Кетті, тағы да мына жерге келеміз, мына әкелеміз, міне. Мынаған әкеліп біріктіреміз, қозғалтамыз. Мінекей. Бұл қалам деген. Келесі шетке қойып қояйық. Міне. Spline. Енді сплайндарды өзіңіз білесіздер. Бұл сурет салып шыққанға арналған, мысалы бір отрисовкаға көрсетсем. Міне. Басып тұрасыздар да. Басып тұрып қозғалта бересіздер. Бір-біріне. Форманы жеңілдетіп береді, яғни қиын болып не жаңағы формасы өзгеріп жатса, бәрібір басқан сайын домалақ. Сплайннан кейін инструмент полилиния. Яғни бұл неше түрлі линияларды салып шыға аласыз. Барлығын өз-ақ тігіп береді. Біз жаңа әрбір бүйтіп бұрыштан әрбір узилға біз щелчокпен басып отырдық қой. Бұл жерде полилинияда міне бүйтіп бағыттайсыз, өз-ақ шығып береді. Кеттік. Келесі 3 точкалық линиялы, яғни кривой дейді мысалы. Мен өзіме ұнайтын инструмент, мынаның бәрін шетке қойып қояйық. Мысалға алсақ. Мына жерде тағы бір қосымша бірден айтып кететін горячий клавиштар жаттап отырыңыз. Ctrl-I, import. Мына жерде болмаса өзінің иконкасы бар. Мына жердегі байқасаңыз, import деп аталады. Import арқылы сурет аламын. Болмаса файлға кіріп, import деп атасыз. Міне бассаңыз, жанында комбинация Ctrl-I деген шығып тұрады. Осыны бассаңыз, керекті суреттеріңізді барлығын шығарып береді. Мен мынаны басам. Мінекей. Мына жерде бір суретті алайық. Суретті алайын, міне. Екі рет бассаңыз, басып тұрып тартуға болады, міне. Бір әдісі. Болмаса, жаңағы Ctrl-I-ды басайын. Басасыз да, мына жерге Enter арқылы бассаңыз, қандай размерде келді файл, сол размерде импортировать етеді. Яғни 2200-де ұзынды биіктігі 1467 ен екен. Мұны қараймыз. Бұл фотоны жаңағы айтып кеткендей, мынаумен 3 нүктелімен мен деген мысалы мына қыздың басын сурет салым керек. Жақындатам, мышкамен. Болмаса зоны басам, жақындатам. Осыны басамыз, кеттік. Басып тұрамыз да, міне, жібереміз. Басып тұрып, керек жерге әкелеміз, жібереміз. Бұл бір жағынан отрисовка логотипаға өте қажетті нәрсе. Басып тұрып, жібере саламыз. Бұл сондай инструмент, 3 точкалық деген. Келесі. Live sketch. Бұл жаңа скетчтарға арналған инструмент. Мысалы, тезде салғанға бұндайға арналған инструмент. Упрощать қарапайым қылып жібереді, былай айтқанда мысалы инструменттеріңіздің бүйтесіз, шрифттарын бересіз. Мына көрдіңіздер ме? Мысалы рублиный дейді ғой, мысалы қотыр-қотыр болып тұрса, оны алады да жұмсартып жібереді. Келесі соңғы
бұл сіз жеткізбей тұрған нәрсені өзі салып береді. Бұның функциялары барлығының ұқсас болып кетеді. Келесісі бізде мына художественный не дейді, художественный линия дейді. Мысалы біріншісінде тұр каллиграфия. Мына жерден бассаңыз, каллиграфия, артистик, неше түрлі мына кесттің түрлері бар. Мысалынан алып мына салғанымызды көрдіңіз ба? Өзгертіп тастайды. Линия қылып береді. Штрих қылып береді керек. Былай жақындатсаңыз, міне штрих. Каллиграфияға келтірейік. Каллиграфия. Неше түрлерін таңдай аламыз. Яғни сызып алған соң, осыларды бассақ, міне неше түрлі жасап береді. Объекттер дейді. Міне, берді пузырь. Объект бастап, тас пен пузырь шығады. Тас, пузырьді бастап, пузырь шығады. Келесі, скролл дейді. Міне, бұл жерде кисть сияқты. Қалыңдығын бере аламыз. Мына жерде, мысалы, 40. Міне. Бал деп жаздым. Осындай бір тушпен жазғандай эффекттер бере аламыз. Мына жерде шрифттің болмаса жаңағы мазоктарын келтіре аламыз. Бұл әркімнің фантазиясына қарай. Келесі Essential. Бұл да жаңағы кисттің түрлері. Мысалы, мына жұмсатып келеді да, былай қарай кішірейіп. Сплаттер да сол. Клякса дейді ғой. Бір кляксалар, символ, неше түрлі белгілерден ағаш керек. Ағаш саламын. Бағыттағанға қарай мына жақта. Символдың ішінде неше түр бар. Гүлі де бар, ағаш та бар. Текстура. Яғни текстура неше түр зат. Спрей дейді. Спрейдің ішіне кірсеңіз, бұл жерде де неше түрлі түрлері бар. Ашып қарасаңыз, шөптер бар мысалы. Тағамдар бар. Тағамның ішіне кірсеңіз, апельсин, мандариндер, киви. Дайын барлығы. Бұл жерде іздер бар. Ай бар, күн бар, неше түрлі. Яғни бұның ішіне кіріп, барлығын ақтарып тауып алуыңызға болады. Келесі инструмент бұл қалам. Айтқандай, тушпен, перомен жазғандай. Ата баба. Осындай бір обложкалар жазуға болады. Бұл да бұл домалақпен жазатын. Жаңа алдындағы перомен жазғандай болса, бұл дала. Келесі. Бізде 4 деген инструмент. Бағанағы айтып кеткендей, F4-ді басайық. Бассаңыз 4 шығарып береді. Бұның размерін жасап үйреніп алдық, қалай беретінімізді, замок қоюды білеміз, замокты алып салуды білеміз. Яғни замокты алсақ пропорционально түсінеді, размерін керек болса. Мынаның барлығын қолмен енгізуге болады, 1700. Мынаны 1700 деп енгізуге. Я болмаса бірден контролды басып тұрсақ, міне 4 жасап береді. Келесі. Бұның 4 3 түрлігі бар, 2 түр бар, мысалы 3 нүктелік бар. Біреуін басасын, екінші шығатын мынаны шығарып береді. Болмаса, бәрімізге белгілі мына бір түрі. 3 не бар, енді домалақ шеңбер бар. Ол мысалы шеңбер, контролды басып тұрсақ, бұл орай шеңбер шығады. Егерде контролды баспайтын болсақ, эллипс, неше түрлі формада эллипс болып шығады. Бұл жерде айтып өтетін жағдай, мысалы клавиатурада F, біздің квадрат 4-бұрыштылар F6-ны бассаңыз, мына шығарып береді. Егерде F7-ні бассаңыз, мына шеңбер шығарып береді. Келесі. Мынау көп бұрышты, полигональный. Мысалы полигональный мына бірден бассаңыз, қараңыз, 3 бұрыш шығарып беріп тұр. Басардың алдында мына жерде бұрыштар бар. Қанша бұрыш жасап берейін дейді. Осыларды бассаңыз,
басып шығарып береді. Бұл жерден бірден өзгерте беруге болады. Үшбұрышқа дейін. Келесісі басып тұрсаңыз, мерден неше түрлі инструменттер бар, міне. Шұғыла ал деп. Шұғыла осындай. Дайын. Парақ шығарып береді. Бұл парақта сіздер мысалы текст енгізгіңіз келсе, бұндай кезде бірден жасай береді. Мына жерде секцияларын жасап алыңыз. 3, жерден 2. Келесісі мынандай болып шығады. Сіз өзімізге енгізген. Мынада мысалы таблицаға 5 дейік та, мына жақта 7 дейік. Міне. Тура керек. Дәл бірдей размермен жасап. Бұны аламыз да біз мына жерден бірден группировать етіп. Группировать етсек, жеке-жеке 4-3-лерді алуға болады. Келесі. Текст. Бізде мына жерде ады белгіленеді, ал клавиатурада F8. Мысалы, мына былай айтқанда F8 бассақ, текст. Текстті жазамыз. Мысалы, мен Coral деп жазайын. Coral дегенде қарап отырсаңыздар, текст жазылды. Мына жерде бассаңыздар, ең максималь 3000 шрифт. Өзгерттім. Келесі. Бұны шрифттарын осы арқылы өзгертуге болады. Размерін мына жерде өзгертесіз. Және текстті бір мәселе бар. Енді біз осы шрифт басқан кезде текст деген панель кіреміз. Міне, осы жерді бассақ, change case. Бұлардың регистр дейді, мысалы. Егерде регистрны таңдаймыз. Мысалы, uppercase бассақ, бізде бұлай үлкен барлығын заглавныймен жазады. Келесісін басамыз, текстті мысалы. Мына біріншісін бассақ, біріншісін үлкен, келесісін как положено, қалай жазу керек, солай жазу. Мысалы, lowercase дегеніміз ең алғашқыдай барлығын кішкентай әріппен жазып. Келесісі. Тағы да текст керек. Title case, яғни мына жерде Coral draw болса, екі сөз болса, екі сөздің басты әріптерін үлкен қылып жазып. Тағы бір. Керісінше жазып береді. Яғни біріншінің барлығын кішірейтті, келесілердің бәрін кішірейтті. Мысалы, мына жерде бүйістесе. Қате жазылған. Келесі. Текстің бір нелері бар. Мысалы, мына текст басатын болсақ, бір текст выделять етейік. Текст басқан кезде, оны бір қазір жеке әріп ретінде қолданып тұр ғой, бір сөз ретінде. Мына бір конверсазовать етеміз де, осының ішіне жазуымызға болады. Мысалы, текстовый көп нәрсе болса, мына аламын, жақындатайын. Мысалы, мен неше түрлі текст жаза аламын да, кете береді. Бұны аламыз да. Тегіс шрифтін үлкейтеміз. 100 шрифттік. Енді. Мысалы, осыны текст болатын болса, біз деген бұны грамота көбінесе бұндайларға қолданға жақсы болды. Грамота формат бізде тұрсын. F5 басақ, әрпі. Осындай грамота болатын болса, оны аламыз да, дайын текстті кішірейтеміз. Қарап отырсақ. Үлкен болып тұр. 20 шрифт қойып, міне. Осындай жерге дайын шрифт қоямыз. Бұл кезде мынаны центровать ете аламыз. Болмаса, барлығын осы нең ішіне кіргізе аламыз. Тексттің ішіне кірген кезде, расположение дейді, мысалы. Орта, по центру, болмаса сол жақпен, оң жақпен түзету, соның барлығын қараймыз. Енді мынаны бассақ, бізде бастапқы әріптеріне, мысалы, бастапқы былай айтқанда сөйлемдердің басына жеке-жектеп пункт қосып береді. Пункттер алып тастауға болады. Және бірінші әріпін ертегі дегендей, мысалы, болмаса бір арнайы әдебиет кітаптар сияқты бастапқы әріптерін үлкен қылып жазып бере алады. Бұл жерден білетін жағдай, мысалы, көбінесе керек нәрсе. Мысалы, мынаны басамыз, бұл жерде шрифттарды таңдаймыз. Бұл шрифттардың кейбіреу қазақшада оқиды, кейбіреу оқымауы мүмкін. Сондықтан, мысалы, біз шрифт таңдаған кездерде бір фильтр жіберейін.
к деген атақты әріп, мысалы қ деген әріп жоқ болып қалған жағдайда біз ондайда көбінесе мынандай бір булыққа басып мынаның қалыңдығын аламыз да әріп алып мына жерге бүйтіп қойып сөз саласыз. Қ деген әріп шығады. К деген әріп. Енді көп шрифттары, қызық шрифттарда ондай әріптер жоқ болуы мүмкін. Осындай әдістерге қолданамыз. Келесі бізде өлшем бірліктер. Яғни өлшем бірліктердің неше түрлі бар. Бұл жерде градусына параллелін шығарып беретін бар, горизонтальны, отдельно вертикальны шығарып беретін бар. Бұрыштамасын шығарып беретін бар. Сосын әрбір заттың жеке бір кусогын шығарып беретін бар. Және выноска дейді. Яғни бір заттың характеристикасын болмаса бір неден жасалатынын жеке шығарып беру үшін жазып беру үшін выноска. Мысалы выноска дегеніміз қазақша қалай айтсам? Не деді ғой міне, шығарып бересің да. Қысқаша неден жасалған екенін соған шығарып берген арналған сызықша ғой. Мысалы мен мына жерде аламын да, мына қыздардың сөйлесіп отырған нәрсесі. Мына форматын аламыз. Бізге айтады, бұл жерде тағы бір печатьқа дайындайтын, размер дайындайтын келтіріп кетейін. Бізге айтады, мысалы мына размер 1-де 1,5 қылып жасап беріңдер. Біз аламыз да 1 деген 1000, 1,5 дегеніміз 1500 мм. Осыны аламыз. Мына суретті қараймыз. Үлкен болып тұр ғой. Бұның ширинасын, яғни енін аламыз да замок қоямыз. Міне байқағандарыңыз, замок қойып 1000-ға келтіремін. Өйткені біздің неміз тура келе қалды. 1000,5-да 1000-ға тура келіп тұр пропорциясы. Жақындап қараймыз, F2-ні басамыз, қараймыз, өзгеріс жоқ па. Бұны кішкене размерін үлкейтіп берейік. 1100, 1050 деп берейік. Міне. 1000 дұрыс 1050 деп берейік. Кішірейтіп көреміз. Міне. Бізге қарап отқандарыңыздай кішкене шығып тұр пропорциясы, бас жағынан жоғары жағынан. Бірақ адамдар кесілген жоқ. Сондықтан бұны біз олай аламыз да выделять етіп көріп отқандарыңыз. Мынаны белгілейміз да, ішінде қалын алсақ. Мынаны белгілейміз фотоны. Оң жағын бассақ, Power Clip деген бар. Конвертке салу. Осыны басамыз да, мынаны 4 бұрышын бассақ, ішіне салып береді. Көресіздер ғой, яғни мына размері толық шықты. Енді бір осыны біз экспортқа жібереміз. Яғни печатьқа жіберу үшін широкоформатный печатьта көбінесе тифте басады. Яғни біз Ctrl-E-ні басамыз, болмаса керісінше стрелканы басамыз. Я болмаса файлға кіріп экспорт басамыз. Міне комбинация Ctrl-E. Келесін басамыз да формат TIFF дедік. TIFF деген формат тауып алайық. Міне TIFF bitmap, TIFF raster деген сөз. Аламыз, мына жерде атын өзгертеміз, жазып қояйық. Көбінесе ағылшын жазған дұрыс. Қыздар деп қояйық. На рабочий стол қыздар дейін. Мына жерге бұл жерде без сжатия и сжатия деген, яғни форматын размерін қысып берейін ба, болмаса өз размерін қалдыра берейін ба дейді. Біз LZ-ні басайық, көбінесе печатьқа жеңіл болу үшін. Кетті. Мына осы точка, осы размерге 72-ден төмен болмау керек, бірден айтайын. 72-ден 150-ге дейін, 200-ге дейін апар ғой, бірақ 200 ауырып кетеді. 150 жасайық. 150 бұл размердің самый оптимальный. Бұдан размер кішірейген сайын біз печатьқа 200 деп қоя береміз. Яғни A4 формат стандарты бізде 300 деп берсек, бұл A4-дің жоғары қарай форматтардың барлығы кішірей береді. Мысалы, мына размер үлкейген сайын точкасы кішірей береді. Түсіндіңіздер ғой? Міне келесі 150-ге көбейтейік, және цветовой палитра смикте кетеді. Фотоның өзі RGB-да келген. Кеттік, окейді басамыз. Кетті. Енді біз бұның размерін жасауды үйрендік, печатьқа жіберуді үйрендік. Қарап отырсыздар, размерін келтіруді үйрендік. Енді бізге мына қалған инструменттер қалды. Оны біз Құдай қаласа келесі сабақта үйренетін боламыз. Бұл сабақтың жаңағы ең алғашқы, ең үйретіп кететін нәрселерінің маңыздылығы осы Corel'да қалай файл создавать ету керек, және мына инструменттердің жартысын үйретіп кеттім. Және интерфейс, яғни бұлай қай жерде қалай настройкасын жасау керек екенін үйреттім. Жаңағы горячий клавиш дейді ғой. Тез жұмыс істеу үшін айтып, олардың бәрін түсіндіріп кеттім. Мысалы, Ctrl-N тағы да бір қайталау, Ctrl-N создавать етеміз жаңа документті. Ctrl-I импорт, Ctrl-E экспорт. Және мына жерде тағы бір айтып кететін нәрсе. Мысалы, бір-екі объект болса, яғни 4 бұрышты түсін берейік, түс беру үйрендік. Екінші 4 бұрыш қызыл болсын. Осы екеуін біріктіру керек болатын болса, мынаны біз Ctrl-G деген әріппен
группировать етеміз. Я болмаса былай бекеуін белгілейміз де, мына жерде бір тармақталып тұрған иконканы көреміз, осыны бассақ, міне біріктіріп тұр. Яғни бұл группировать деген сөз. Бұны қайттан шығару үшін мынаны басамыз, яғни разгруппировать дегенді. Болмаса клавиатурада Ctrl-U деген әріп бар. Бұны басамыз. Болды, осымен сабағымыз аяқталды. Рахмет. Ал енді үй жұмысы. Үй жұмысына мына формат A4-ке, яғни аламыз да, осы жерге размерін, мысалы, 100 мм-ді 100 мм квадратиктен 2 штук саламыз, және екеуінде екі түрлі қыламыз. Яғни мысалы мынандай примерно келтірейін, уже подсказка ретінде. Мысалы, біреу жасыл, біреу көк болсын. Және шеңбер саламыз. Шеңбер мынандай эллипс болмасын, таза шеңбер болсын. Және екеуінде түсін әртүрлі қызыл қылсын. Және келесі бір тағы да бір 100-100 деген размерге осыған фото импортировать етіңіз, конвертке салыңыз. Өзіңіз жаңа мен айтқандай кез келген суретті алыңыз да, ешқандай созбаңыздар, растягивать етеді. Тек қана бұрыштан тартыңыздар фотоны, пропорциясы өзгеріп кетпесін. Соның ішіне салыңыздар, конверт етеді. Және тағы бір шеңбер 4 салыңыздар да, осының ішіне сіздер текст жазыңыздар. Яғни мынандай конверттің ішіне салыңыздар да, текст жазыңыздар. Осы тексті жазып, осы мынаның барлығын былай группировать етіп, яғни бүткіл үйренген нәрселердің барлығы осы жаңағы үй жұмысына кіргізіп отырмын. Яғни размер беру, түс беру, группировать ету, және импорт, экспорт. Қазір экспортқа кетеміз. Текст. Мұны аламыз да экспортировать етемін. TIFF-қа айналдырып маған жібересіздер.